Сталиндік қуғын-сүргін дәуірі, аз ғана құжаттар мен кинохроникалар, қорқынышпен жазылған естеліктер мен айғақтар және көптеген терминдер қалдырған үрейлі кезең. НКВД, ГУЛАГ, арнайы қоныс аударушылар, айырылғандар, халық жаулары, 58-ші бап. Лаңкестік терминологиясының ар жағында өшкен, үзілген, жарымжан қалған миллиондаған адамдардың тағдыры. Арнайы қоныс аударушы әлеуметтік белгісі бойынша тұратын жерінен елдің шалғай аудандарына сот процедурасынсыз жер аударылған адам. 1930 жылдары бұл кулактар мен және кулактардың мүддесін қорғаушылар ауқатты шаруалар болды. Арнайы қоныс аударылғандарды арнайы бөлінген нөмірлік кенттерге қамап, іс жүзінде игерілмеген өлкелерге жіберді. Олардың көпшілігі сайлау құқығынан, елді мекеннен кету мүмкіндігінен айырылды. Жоғарғы білім алумен де шектелді. Арнайы қоныс аударушылар НКВД-ның жергілікті органдарында аталып өтуге міндетті болды. ГУЛАГ арнайы қоныс аударушылар бөлімінің деректері бойынша 1942 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстан аумағында арнайы комендатураларда 46.091 отбасы немесе 1.815.000 адам есепте тұрған. 1953 жылға қарай Теміртау қаласында 8448 арнайы қоныс аударушылар тұрды. Меня зовут Тюрюшкина Зина. Когда нашу семью выслали, мне было всего 6 лет. Ночью к дому подъехала телега, и всех нас, маму и 6 детей, выгнали из родного дома. Папу забрали раньше, и мы даже не знали, где он. Моей старшей сестре Клаве тогда было 9 лет. Ее любимая шелковая косыночка понравилась тем, кто нас выселял. Они стащили с Клавдии косыночку, и как она не плакала и не умоляла, косыночку ей не вернули. Привезли нас на станцию Актас, высадили около железной дороги. Было очень холодно, шел дождь, и очень хотелось кушать. Потом нас перебросили в поселок номер 13 Тельманского района, поселили в холодные бараки. Утром мы просыпались, одеяла были припорошены снегом, вода в ведрах замерзшая. Мы, дети большой семьи, приняли к себе сироту Колю, родители которого умерли, не перенеся голода и непосильного труда. Умерли и 2 мои сестренки, Мария и Серафима. Было очень трудно. Халықтарды депортациялау, адамдарды ұлттық белгілері бойынша соттан тыс күштеп жаппай көшіру, кәрістер, немістер, гректер, шешендер, ингуштар, қырым татарлары және басқа да халықтар депортацияға ұшырады. Депортацияның себебі осы халықтар өкілдерінің кеңес одағы жауларының пайдасына ықтимал тыңшылық әрекеті болды. Депортацияланғандарда арнайы қоныс аударушылардың басқа санаттарындағы сияқты шектеулер болды. Ұлы Отан соғысы жылдарында Қазақстан аумағында ұлттық белгілері бойынша 700 мыңға жуық депортацияланғандар болды. Меня зовут Григориади Гриша. На этой фотографии я, моя сестра Зоя и мама. Мы греки. Папа нет на фото, потому что его арестовали в 1937 году. Я не знал, что с ним случилось и где он, но каждый день ждал его возвращения. После ареста папы у нас отобрали все имущество, и стало очень трудно, потому что маму, как жену изменника Родины, нигде не принимали на работу. С 14 лет мне пришлось работать. До обеда учился в школе, после обеда работал грузчиком на вокзале или в пекарне. Когда началась Великая Отечественная война, я несколько раз пытался уйти на фронт добровольцем, но мне отказывали. Объясняли это тем, что я отношусь к ненадежной национальности и в любой момент могу перейти на сторону фашистов. Тем не менее, собрали ребят таких же ненадежных наций – греков, поляков, чеченцев – и организовали трудовой отряд. Мы шли перед нашими войсками, выкапывали окопы, строили землянки и блиндажи. Только спустя несколько месяцев я попал в действующую армию. Спустя несколько лет, в 1957 году, я узнал, что больше никогда не увижу своего папу. Его расстреляли еще в 1938.
РСФСР қылмыстық кодексінің 58-ші бабы КСРО-да билікті құлатуға немесе құлатуға бағытталған контрреволюциялық қызмет үшін жауапкершілікті белгіледі. 1921 жылдан 1953 жылға дейін революцияға қарсы қылмыстар үшін 3.777.380 адам сотталды. Оның ішінде 642.980 адам ең жоғары жазаға тартылды. 58-ші бап бойынша сотталған тұтқындар саяси деп аталды. Меня зовут Карева Маргарита. Я родилась на Украине в городе Харькове. В 1937 году, когда мне было 12 лет, к нам домой пришли люди в форме и арестовали папу. О его судьбе мы ничего не знали и очень ждали его возвращения. Началась война. Фашисты заняли Харьков, нас с мамой перевезли в Германию. Когда советские войска вошли в Берлин, начались репрессии против тех, кто в годы войны жил в Германии. Нас арестовали. В 19 лет меня держали в одиночной камере в тюрьме, а потом осудили как изменницу Родины на 10 лет лагерей. Сначала меня направили на лесоповал на Урал. Я с другими женщинами работала в болоте, вшивая и больная. Потом меня перевели в Карлаг, где я наравне с мужчинами работала в шахтах. В лагере я провела все 10 лет. 1931 мен 1953 жылдар аралығында РСФСР қылмыстық кодексінің 58-ші бабы бойынша Самарқанд кентінің Теміртау қаласының 189 тұрғыны сотталды. Олардың 42-сіне ең жоғары жаза қолданылды. НКВД ГУЛАГы КСРО ішкі істер халық комиссариатының еңбекпен түзеу лагерлерінің бас басқармасы 1930 бен 1960 жылдары аралығындағы қамау орындарын бақылауды жүзеге асыратын бөлімше. ГУЛАГ жүйесі 53 лагерлік басқарманы, 425 колонияны және 2000-нан астам арнайы комендатураларды біріктірді. Лагерлер жүйесінде 1930 бен 56 жылдары барлығы бір мезгілде 2,5 миллионнан астам адам болған. Қазақстан аумағында 11 ГУЛАГ лагерлері жұмыс істеді. Қазақстанда 1921 мен 1954 жылдар аралығында 103 мың адам қуғын-сүргінге ұшырап, республиканың 25 мыңнан астам тұрғыны ең жоғары жазаға тартылды. Ашаршылық жылдары күштеп ұжымдастыру нәтижесінде Қазақстанда 1 миллионнан 3 миллионға дейін адам қаза тапты. Тоталитаризм дәуірінде ұлттық белгілері бойынша жер аударылған және ГУЛАГта саяси баптар бойынша мерзімін өтеген арнайы қоныс аударушылар халық жауы деп аталды. Сталин дәуірінің терминдері біздің отанымыздың тарихына қанды мөр болып басылды.